Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын амансыздар ма? Достар, өздеріңіз білесіздер, әр ұлттың өзінің мәдениеті, салт дәстүрі, әдет ғұрпы болады. Сол салт дәстүрді берік ұстанған ұлт қана әлемдік деңгейде өзінің атын алтын әріппен жазылады. Соның нақты бір дәлелі, міне, біз қазақ халқы, я, салт дәстүрге берік, біз өзінің мәдениетімізді әлі күнге дейін ұстанып келе жатырмыз, ұстана береміз де. Себебі мәдениет, салт дәстүр, әдет ғұрып деген бұл біздің өткенімізбен, яғни кешегімізбен бүгінгіміз, я. Бірақ өкінішке орай біздің арамызда кейбір жандар бар да, жаңағы қаны қазақ болғанменен де өзінің ойы, миы, идеологиясы бөтен елдің идеологиясын қабылдап кеткендер. Олар не дейді? Ойбай, салт дәстүрлеріңді қойыңдар. Сәлем салу деген харам. Беташар деген харам. Керек десеңіздер, қазақтың киелі домбырасының өзінде харам деп жүрді ағайын. Яғни бір сөзбен айтқанда адасып кеткен адамдар ғой. Солар қазіргі таңда потолоктың кәдімгі ең керемет деңгейін қойып жүр. Наурыз мейрамын харам дейді да. Қазақ, бағзы заманнан наурызды тойлаған ғой. Бұлар соған қарсы шығып жүрді. Құрметті солай айтып жүрген адасқан білгіштер, сендерге айтайын. Былтырдан бастап қазақ өзінің наурызнамасын жасады. Яғни наурызды біз баяғыда 1-2 күн ғана емес, 10 күн бойы тойлаймыз. Көрісу күннен бастап, 14 наурыздан бастап 24-не дейін. Құрметті адасқандар, сіздердің ойларыңыз қандай екенін білмеймін, бірақ қазақ екендеріңіз рас. Салт дәстүрге берік болыңыздар. Аман болайық.